Қайырлы күн. 6 сынып оқушылары бүгінгі видеода English база оқулығының 70-71 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Ендеше сабақты бастаймыз. Reading an adventure story дедім. Ең алдымен бірінші біз текст оқып алайық. My brother Peter and I were on a jungle wildlife holiday with 6 other people and Joan our guide. Менің ағам Питер және мен біз жабайы орманда демалысқа 6 адаммен бірге және сонымен бірге Joan деген гидпен бірге шықтық дейді. It was an amazing experience and we saw lots of monkeys, crocodiles and huge snakes. Бұл сондай қызықты эксперимент болды және біз көрдік маймылдарды, крокодилдарды және жабайы жыландарды дейді. But one morning Peter and I did a very stupid thing. Бір күні таңертең біз Питер екеуміз сондай ақмақ нәрсе жасадық, ақмақтық жасадық дейді. We wanted to take photos of monkeys. Біз маймылдарды суретке түсіру үшін оларды іздедік дейді. We got up early. Біз ерте тұрдық and walked into the jungle. Және мынау орманды джунгли дейміз ба? Jungle деген, иә. Джанглды не істедік, араладық дейді. We didn't have to go far. Біз ұзаққа кетіп қалдық. Before we heard some monkeys. We were excited and we followed the monkeys for about 10 minutes. Біз және маймылдарды таптық дейді. Suddenly Peter stopped. Кенеттен Питер тоқтап қалды дейді. He was worried. Ол қорқып қалды. I'm not going to walk further, he said. We'll get lost. I'm going back. Біз қазір ұзаққа бара алмаймыз, біз адасамыз, сол үшін мен артқа қайтамын дейді. We looked around us. Біз айналамызға қарадық. There were trees everywhere. Әр жерде біздің айналамыздың барлығы талдар болды. The campsite wasn't far, but we had no idea which direction to take. I think we are already lost, Peter said. Петр айтты, біз жоғалып кеттік дейді, адасып кеттік дейді. How are we going to get back? Біз енді артқа қалай қайтамыз дейді. Nobody knows where we are. Ешкім білмейді біз осында екенімізді дейді. They'll never find us. Олар бізді ешқашан таба алмайды дейді. Then it started to rain. Одан кейін жаңбыр жауа бастады. Luckily, I had a waterproof coat. Қуанышқа қарай менің нем болды дейді. Жаңбырдан қорғайтын костюм болды дейді. We sat on our rucksacks with the coat over our heads. Және біз рюкзагымызды жоғары қарай қойып, содан қорғандық жаңбырдан дейді. There were lots of mosquitoes and we had no insect repellent. Және сондай жәндіктер көп болды. Және бізде олардан қорғанатын спрей болмады дейді. We were scared and miserable. Сондай қорқып қалдық дейді. After 2 hours, 2 сағаттан кейін we heard a noise. Біз бір шумды естідік дейді. It was Joan and he was angry. Бұл Joan болды және ол өте ашулы болды дейді. You are very lucky, he said. Сендер сондай жолы болғыш адамсыңдар деп ол айтты дейді. But we were very happy. Бірақ біз сондай бақытты болдық дейді. We're never going to follow monkeys again. We promised. Joan laughed. Come on, let's go back to camp. Кемпингқа қайтып оралайық дейді. Енді бірінші жаттығуда look at the photos. Фотоға қара дейді. Where are the people? Адамдар қайда дейді. What are they doing? Олар не істеп жатыр дейді. They are in the jungle. Олар орманда. They are watching animals and taking photos. Олар жануарларды іздеп, оларды суретке түсірмекші дейді. Екінші жаттығу read and listen to Carl's story and choose the best title ABC. Яғни тыңда дейді, Карлдың оқиғасын немесе оқы дейді. Және де өте сай келетін бұл жерде тақырыпты таңда дейді. What stupid thing did Carl and Peter do? Карл мен Питер қандай ақмақтық жасады дейді. Бұл жерде енді жауап B болады. Lost in the jungle. Орманда адасу дейді. Келесі үшінші true false орындауымыз керек. Бірінші Carl was with 6 other people in the jungle. Карл орманда 6 адаммен бірге болды дейді. Қате. Carl was with 8 people. 8 адам болды. Her brother, the guide, Joan and 6 others. Гид болды және Карл мен оның бауыры болды және одан басқа 6 адам болды, иә. Келесі екінші Carl and Peter went into the jungle early in the morning. It's true.
яғни true false осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі 4-ші жаттығу, бұл жерде біз find these adjectives in the text. Мынау сын есімдерді тексттен тап дейді. Which adjectives express positive feelings? Бұл жердегі сын есімдердің қайсысы позитивті сезімді білдіреді дейді. When did you last feel like this? Сен осы сияқты жоғалып кетсең не істейсің дейді. Write sentences. Яғни бұл жерде жауапты жазып аламыз оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу. Exercise 5. Ask and answer the questions. Сұрақ қой және оларға жауап бер дейді. Жауапты жазып аламыз оқушылар. Келесі 71-ші бет. Language focus. Be going to. Бұл be going to дегеніміз бір нәрсе істейін деп жатқанда жоспарлау. Яғни ол алға қойған жоспарлары жайында айтылады, иә. Енді бірінші complete the sentences with the words in the box and look at the examples. Then complete the rules. Яғни біз бос орындарға осы таблицадағы сөздерді толықтыруымыз керек. Бірінші I'm going to visit the USA next year. Мен келесі жылы ақш-қа барайын деп жатырмын дейді. Яғни ол енді барайын деп жатыр, иә. Алдағы жоспарланған іс-әрекетті білдіреді going to деген. Келесі you are going to take a tent. Яғни бірінші бос орынға take-ті қоямыз. Екінші she is going to meet a friend. Келесі we are going to camp. They are going to explore the jungle. Яғни осылай жазып аламыз. Келесі rules, ереже. We use going to talk about future. Яғни future дегенді білеміз. Plans and the intentions. Біз be going to да айтқан кезде болашақтағы іс-әрекеттерімізді айтамыз дейді. We make questions with be, pronoun or noun plus going to or verb. Енді бұл жерде be дегенді белгілейміз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Choose the correct words. Дұрыс сөзді белгілейміз. Бұл жерде яғни to be-ларды дұрыс ажырата білуіміз керек, иә. My friend деген кейін is болады ма, әлде are болады ма? Әрине is болады, себебі my friend деген менің досым. Яғни ол he-ға или she-ға жатуы мүмкін, иә. He, she-да біз is to be-ін қолданады екенбіз. Келесі екінші they aren't going to buy anything. Олар ештеңе сатып алайын деп жатқан жоқ дейді. Келесі үшінші you aren't going to make dinner. Сен кешкі ас дайындайын деп жатқан жоқсың дейді. Төртінші they're going to have a holiday. Олар демалысқа барайын деп жатыр дейді. Келесі I'm not going to use the computer. Мен компьютерді қолданайын деп жатқан жоқпын дейді. Алтыншы we're going to wear waterproof clothes. Біз судан қорғайтын киімді киейін деп жатырмыз дейді, иә. Дәл осылай жазамыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Бұл жерде біз going to құрылымы арқылы және де мынау таблицадағы сөздерді тіркестіре отырып going to құрылымын жасауымыз керек. Бірінші explorer Ray Fiennes is traveling to the USA on Saturday and he is going to walk 5,000 kilometers from New York to Los Angeles. Саяхатшы Ray Fiennes дейді, ол USA-да осы сенбі күні саяхаттап бастады дейді, және ол 5,000 километр жол жүріп өтпекші Нью-Йорктан Лос-Анджелеске дейін дейді. He is going to travel on buses or in a cars. He isn't going to see his family for 10 months. Дәл осылай жауаптарды жазып шығамыз. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4. Write questions about Ray Fiennes, then ask and answer with a partner. Бұл жерде біз сұрақ қойып және оған жауап беруіміз керек. Бірінші, how many kilometers is Ray going to walk? Ray қанша километр жол жүріп өтпекші дейді. Екінші, where is he going to start his journey? The third, where is he going to finish? Is he going to sleep in the cheap hotels? Яғни осылай жауаптарды жазып аламыз. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Бұл жерде біз диалог құрастыруымыз керек. Диалогты да дайын етіп уже жазып қойдым оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.